Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 9 сынып қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы мәңгілік ел идеясы ұлы мұратымыз. Пән мұғалімі Тілеулина Әйгерім Арыстанбайқызы. 70-ші жалпы білім беретін орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Сабақтың мақсаты қоғамдық саяси әлеуметтік экономикалық ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрлардағы кең көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау және мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру. Сабақтың мақсатына негізделген бағалау критерийі. Кең көлемде мәтіндегі жолдау мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдайды. Мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін мақала не сұхбат жазады. Жаңа сабақты бастамас бұрын балалар өткен тақырыпты еске түсірейік. Миға шабуыл әдісі арқылы сіздерге сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ: мәңгілік ел идеясының кімдер, қандай тұлғалар жүзеге асыруға тырысты? Екінші сұрақ: қалай ойлайсыздар, неге бұл идея біздің ұлы мұратымыз болып саналады? Дескриптор сұрақтарға дұрыс жауап береді. Яғни балалар, мәңгілік ел идеясын сонау 6-12 ғасырлардан бастап бүгінгі күнге дейін ел билеп келе жатқан, ел іргесінің сөгілмеу үшін бар күш жерін сарп етіп келе жатқан, мысалы Білге Қаған, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай, Қаныш Сәтбаев, Дінмұхамед Қонаев сынды көптеген тұлғалар бар. Ал бұл идея неге ұлы мұратымыз дегенге келетін болсақ, себебі идеяның түп төркіні ұлттық құндылықтарды сақтауға, ұлтты ұлт ретінде сақтап қалуға негізделеді. Бірінші тапсырма: тыңдаған мәтіннің мақсатты аудиториясын анықта. Мақалада қолданылған көркемдегіш құралдарды тап, олардың рөлін көрсет. Ол үшін мәтінді зерттей қарап, талдауға арналып ұсынылған кестені толтыр. Мәтін аудиториясы, мақалада қолданылған көркемдегіш құралдар, олардың рөлі. Дескриптор: мәтіннің мақсатты аудиториясын анықтаймын. Мәтіндердегі қолданылған көркемдегіш құралдарды тауып, рөлін анықтай аламын. Көркемдегіш құралдар дегеніміз автордың шығарманы әсірелеу, бейнелеуіне септігін тигізіп, оның шеберлігін танытатын құралдар. Оларға теңеу, эпитет, метафора, метонимия, синекдоха, кейіптеу, аллегория, литота, ирония, сарказм тағы басқа құралдарды жатқызамыз. Теңеу заттың я құбылыстың сыр-сипатын, белгі бедерін, қадір қасиетін, сапа сынын өзге затпен не құбылыспен салыстыру, суреттеу арқылы танытып, айрықша мән мағына беру. Метонимия зат немесе құбылысының қасиет сапасын, түр-түсін алмастыра суреттеу. Алмастырылған заттың белгілеріне қарап, нені сөз ететінін ұғуға болады. Метафора суреттеліп отырған зат немесе құбылыстың айқындай түсу үшін олардың ұқсас өзге затқа не құбылысқа балап айту. Метафораны ауыстыру деп те атайды. Тірек мәнді бағалау сөздер экспертивті эмоционалды реңк беретін, бағана көтеруге жұмсалатын қуатты сөздер. Тапсырма жауабы: мәтін Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауына алынған үзінді. Аудиториясы: бүкіл Қазақстан халқы, бұқара. Мақалада қолданылған көркемдегіш құралдар, олардың рөлі: түтіні түзу ұшқан, ауызбіршілігі мықты, ынтымақты ел мағынасында қолданылатын метафораның тәсілмен жасалған тұрақты тіркес. Еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі. Метафоралық тәсілмен жасалған қанатты сөз. Мәңгілік ел идеясы Қазақстан 2050 стратегиясының түп қазығы еттім. Негізгі мәселесі мағынасында қолданылатын метафоралық тәсілмен берілген тұрақты тіркес. 2050 стратегиясы айқын шамшырақ секілді. Теңеу тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек. Теңеу әрбір күніміз мерекелік,
әрбір ісіміз берекелі болсын. Эмоционалды реңк беріп тұрған бағалауыш сөздер. Екінші тапсырма: белгілі бір аудиторияны таңдап, яғни кімдерге арнап жазатыныңызды анықтап, мәселен, төменгі сынып оқушылары үшін оқырманның қызығушылығын оятатын не мақала, не сұхбат құрастырып жазыңыз. Сөз саны 50. Дескриптор: мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін мақала, не сұхбат жаза аламын. Мақала жазуға арналған күрделі жоспар үлгісі: бірінші кіріспе, екінші негізгі бөлім, үшінші қорытынды бөлім. Егер сұхбат құратын болсаңыздар, онда төмендегі берілген сілтемені ашып сұхбат үлгісімен танысасыздар. Сұхбат түрлі тақырыпта сұрақ-жауап түрінде тілдік қарым-қатынасқа түсу арқылы пікірлесу мәдениеті. Өзіндік жұмыс: бүгінгі сабақта тыңдаған, оқыған мәтін мазмұндарына сүйеніп, ұлттық идея, ұлттық мұрат, ұлттық көшбасшы ұғымдардың мәнін ашып көрсетіңіздер. Кері байланыс: бірінші, тақырып төңірегіндегі сұрақтарға жауап бере алдым. Екінші, берілген ұғымдардың мәнін аша алдым. Үшінші, мақаланың мақсатты аудиториясын анықтап, көркемдегіш құралдардың рөлін көрсете алдым. Төртінші, 8-ші сынып оқушылары үшін мақала, сұхбат жаза алдым. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Осы сілтемелер арқылы үй тапсырмасына берілген мәтін бойынша шығармалармен танысып, мәтінге тілдік талдау жасаңыздар. Сау болыңыздар.